Сәлем достар, интерактивті тақтада оқушыларға поле чудес ойынын қалай ойнатуға болады, соны көрсететін боламын. Ең алдымен мына жердегі барабанға басамыз. Барабанды айналдырамыз, тағы бір рет басамыз, барабан тоқтайды. Одан кейін сұрақ, мысалы берілген қатарында ең көп қайталанатын сан немесе шаманы не деп атаймыз? Осы сұрақ бойынша мына жерде жауап бар, оны анықтау үшін мына жердегі әріптерге басамыз. Жауапты білетін болса, бірден айтады және ашамыз. Ал егер жауабын білмейтін болса, әріптермен анықтаймыз. Мысалы, Б деп айтатын болса, Б әріпін басамыз. Бұл әріп жоқ. Егер ол әріп бар болатын болса, мысалы, Д әріпі бар. Осы сияқты жазып анықтаймыз. Мысалы, бұл жерде мода деген сөз шығады. Ал енді дәл осындай поле чудесті дайындау үшін сіз комментарий бөлімінен, мысалы, мынау шаблонда мен комментарий бөліміне осы шаблонның ссылкасын қалдырамын, сол жерде жүктеп аласыздар. Одан кейін жүктеп алғаннан кейін мына жердегі сұрақты өшіріп өзгертуге болады. Мына жерге мысалы өзіңіздің сұрағыңызды жазасыз. Мысалы, осы жерге сұрақты жазсаңыз болады. Одан кейін сұрақты жазып болғаннан кейін мыналарды біз аламыз, былай. Және өзіңіздің жауабыңызды жазасыз, өзгертіп. Мысалы, былай. Егер сіздің сұрағыңыздың жауабы 4 саннан көп болатын болса, мысалы 4 әріптен көп болатын болса, мынаны мысалы копировать етіп аламыз және осылай қойып көбейтеміз. Осылай көбейтіп жасаймыз. Егер сіздер дәл осындай поле чудес ойынын жасауда егер қиындықтар туындайтын болса, маған жазсаңыздар, мен сіздерге осындай ойынды қалай құрастыруға болады көрсетіп, немесе сұрақ пен вариант жіберетін болсаңыздар, мен сіздерге дайындап беремін.